Сәлем барлықтарыңызға. Бүгін біз осындай өте дәмді шоколадты торт жасайтын боламыз. Өте нәзік және де өте жұмсақ болып шығады. Ең алдымен құрғақ ингредиенттерімізді араластырып аламыз. Яғни ол електен өткізілген 240 грамм ұн, електен өткізілген 55 грамм какао, 250 грамм сахар және 1 чайный ложка тұз, 1 чайный ложка сода барлығын қосып араластырамыз. Барлығы жақсылап араласуы керек. Ешқандай түйіршіктер болмауы тиіс. Және ортасын ашып, оған 280 грамм сүт қосамыз. Оның үстіне 6 столовый ложка растительное масло, яғни сұйық май қосамыз. Және осыдан кейін ерітілген сливочный масло қосамыз. Ол 60 граммдай болуы керек. Осының үстінен 2 жұмыртқамызды аламыз. Жұмыртқаның размері орташа болуы керек. Осының барлығын миксерлмен біркелкі қалыпқа дейін, біркелкі болғанға дейін миксерлейміз. Барлығы жақсы араласуы керек. Осы массамызды пергамент қағазбен салсаңыз да болады, немесе майласаңыздар да болады. Табанның шет жағының барлығын майлаймыз және осы массамызды саламыз. Бетін тегістеп 150 градуста алдын ала қызып тұрған 150 градус пеште 40 минут 1 сағат аралығында пісіреміз. Піскеннен кейін қоржын жақсылап суытып аламыз және оларды торт секілді әр 3 немесе 4 қоржынға бөліп, оларды да тағы да суытып аламыз. Барлығы комнатный температурада суы керек. Менде 3 бөлік болды. Ал енді кремін жасаймыз. Кремін жасау үшін өздеріңіз қалаған қолдансаңыз да болады. Мен Викбак кремін қолдандым. Оны бір табамызға салып миксерлейміз. Миксерлегеннен кейін оған сахарный пудра қосамыз. Яғни 2-3 минут миксерлегеннен кейін барып, оған сахарный пудра қосамыз. 50 граммдай сахарный пудра. Барлығын жақсылап миксерлейміз, ол қоюлануы керек. Осыны миксерлеген кейін барып, тортымызды сәндейміз. Ол өзіңіз қалаған бір ыдысқа немесе тарелкаға қоржындарымыз жылжып кетпес үшін бірінші крем жағып аламыз. Одан кейін кремді салып, тегістеп, оның үстіне тағы да сөйтіп кезектесіп жасап отырасыздар. Негізі кремді мен өзім мешокқа салып алдым. Өздеріңіз лопаткамның көмегімен де жасай берсеңіздер болады. Осылай жағып алғаннан кейін лопаткамен түзулеп шығасыздар. Өздеріңіздің қалауларыңызша әрлесеңіздер болады. Барлығын осылай жақсылап жағып шығамыз.
Және келесі корждарды кезектестіріп қоя береміз. Шет-шеттерін тегістейсіздер. Ал шет-шеттерінен кесіп алсаңыздар, корждар ол оны сәндеуге кететін болады. Шет-шеттерін домалақ формада қылып, тегістеп, оның сыртын тағы да креммен қаптап шығасыздар. Яғни крем жағып шығасыздар. Шетін барлығын өздеріңіздің қалауларынша сәндесеңіздер болады. Және де торттың үстіне өздеріңіздің қалаған фруктыларыңызды немесе орео печеньеларын қойып, әрлеп сәндесеңіздер болады. Мен ештеңе қоймаймын, оны әншейін креммен ғана сәндеймін. Осылай узор қылып сәндесеңіздер де болады негізі. Осыдан кейін жаңа мен табағымыздың әсемдігі үшін қағаз қойған болатынбыз, соларды алып тастаймыз. Осылай барлығын алып тастағаннан кейін холодильникке сіңуі үшін 2-3 сағатқа немесе бір түнге қалдырып қойсаңыздар да болады. Өте жақсы сіңеді. Міне осымен дайын. Жасап көріңіздер, өте дәмді, өте жұмсақ болады. Видеоға лайк басып, менің арнама тіркеліңіздер. Сау болыңыздар.